Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздер қарапайым мектеп сұрақтарына жауап беретін боласыздар. Дегенмен де бұл сұрақтардың кейбіреуіне тіпті ересектердің өзі жауап бере алмайды. Ендеше өзіңіздің біліміңізді сынап, арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңіздер. Бәріміз білетіндей, халық саны бойынша әлемдегі бірінші орында ол Қытай, ал екінші орында тұрған ел қандай? Әрине бұл Үндістан, Қытайға аз ғана халқы жетпей тұр. Мына екі жануардың қайсысы сусыз көпке шыдайды? Керіктер, әлде түйелер? Бәрімізге мектеп кезінен түйелердің қаншалықты шөлге шыдамды екенін айтып жатса да, негізі шөлге ең қатты көп шыдайтын жануар керік. Сізде 20 кәмпит бар, ал мақсатта сіздің қолыңыздағы кәмпиттен 10%-ға кем. Сонымен мақсатта қанша кәмпит бар? Жауабы мақсатта 18 кәмпит бар. Кубтың неше төбесі бар? Дұрыс жауабы 6. Сүңгуір қайықтарда қолданылатын, сол арқылы судың бетінде не болып жатқаны бақыланатын құрылғы не деп айтылады? Дұрыс жауабы перископ. Енді бұл сұрақты бәріңіз білулеріңіз керек. Сонымен, жер бетінде неше мұхит бар? Жауабы 5 мұхит бар. Үнді, Тынық, Атлант, солтүстік мұзды мұхиты және де оңтүстік мұхит. Оңтүстік мұхит дегенде естімеген боларсыздар. Оңтүстік мұхит дегеніміз Антарктиданы қоршап жатқан сулар қорын айтады. Сонымен достар, сұрақ не үшін жыл мезгілдері ауысып отырады? Жер осының ерекшелігіне байланысты ауа райы ауысып отырады. Енді музыкалық білімімізді сынап көрейік. Мына ұлы композиторлардың қайсысы саңырау болған? Людвиг ван Бетховен 26 жасынан бастап өзінің есту қабілетін жоғалта бастаған. Нәтижесінде толықтай саңырау болып қалған, бірақ бұған қарамастан ол ұлы композитор бола білді. Ал енді соңғы сұрақ, өзіңнің химиядан біліміңді сынап көр. Менделеев кестесіндегі қандай элемент А және де G әріптерімен белгіленеді? Бұл әрине күміс.